Ал Қытайға жанымен, тәнімен қарсы мен оған келіспеймін және оны жауым көремін. Ал экономикаға тәуелді болған кез келген адам жат емес. Кез келген адам сіз бен біз емес. Қайтеді? Машина деген кезде, үй деген кезде қанын, жанын, қатын сатып жіберетіндер бар. Қызын сатып жіберетіндер бар. Әуел жаңағы шетелдің блогерлерін қойып, Қытайдың блогерлерін қойып, осы Қазақстанның блогерлерінің ішінде жаңағы шетелге сауда жасап жүргендердің ішінде сол Қытай мүддесі үшін жұмыс жасап жатқан қаншамалар бар. Тіпті олардың ар жағында ұлттық мүдде, ұлттық ой жоқ деген күннің өзінде өзінің күнделікті экономикалық нәпақасы үшін ғана соған барып отыр. Ал бұның барлығы кімге қатер? Ұлтқа қатер. Бұның барлығы кімге қатер? Жерге қатер, елге қатер. Ал бұны сезген ата-бабаларымыз бізге мәңгілік өсиет ретінде тасқа қашап жазып кетті ғой. Біз батыр халықпыз, текті халықпыз, ер халықпыз, ежелгі халықпыз, жойып алма. Мына жақта Қытайдан ойды орыс қырда Қытайдан сақтан деп мың рет құлағымызға құйды, айтты, қанымызға жазды, тасымызға басып кетті. Ал біз сол аталарға аруағына опасыздық жасап жатырмыз. Анау TikTok, мынау блогерлер салған бір ақпараттық YouTube каналдарында жүр ғой, жаңағы әр жерде шашылған, Қытайлар сатып алған жерде, анандай егістік айландырған жерде қалың адамның бас сүйегі шашылып жатыр. Кімнің бас сүйегі? Сақтың бас сүйегі, кімнің бас сүйегі? Түркінің бас сүйегі, кімнің бас сүйегі? Қазақтың бас сүйегі. Соны Қытайлар теуіп тастап, егістікке айландырып, егіс салып жатқан көзімізді көрсетіп анау каналдарда жүр ғой. Ондай болатын болса, біз сол ата-баба аруағына жаулық пейіл таныттық. Ата-баба аруағына біз опасыздық таныттық, аманатына опасыздық таныттық. Солардың қанымен қорғаған, жанымен қорғаған жерді сол жауларына таптатып қойдық. Ал экономикалық тәуелділікті бағана сөзіміздің басында да айттық, қайталайтын болса. Олар да пайдаланды. Қытайдың сауда керуендері жібек жол бойымен ғасырлар бойы қоңырауын сыңғыратып өтті. Олар пайдаланды. Бірақ бірде-біреу қалған жоқ сол жерде. Сауда керуендеріне базарын жасап берді, пайдаланды, сатып алды, сатып берді. Біз қайттық. Біз жөн осы екен деп қазір кіргізіп жатырмыз. Соңғы 5 жыл ішінде қауіпті. Ал қауіптікі бойымыз үйренгені сонша. Қазір менің көршілерім немере шөберелерін ертіп бара жатып, соменен орысша сөйлеседі. Немере шөберелерін ертіп бара жатып, соларға орыс тілінде айтады. Ендігі біздің бағытымыз Қытайменен сауда жасау. Сендер енді орыс тілін меңгеріп алыңдар, енді Қытаймен жасаңдар. Сонда біз сол құлдың тұқымыз ба? Біздің биліктегі Айдос-сарым сияқты депутаттар, қазақтар Қытайсыз тіпті той жасай алмайды, себебі Қытайдан той басар алады деген сияқты. Бәрі алады. Мен бір жаман сөз айтайын. Биліктің шиқанына тиіп кетсе де, қазір мына Қытайға әртүрлі жолдармен барады. Қазір ашық және жасырын жолмен демалысқа баратындар көп. Жылына ішкі Қытайдың жаңағы Хайнан арал дейді, әртүрлі теңіз жағалауындағы аралдарына жаңағы біздің көптеген азаматтарды олар Қытай елшілігінің ерекше жеңілдетілген бағасымен немесе жаңағы тегін демалу билет арқылы жібереді. Биліктегі адамдар. Солардың биліктегі адамдарға жол салып беретін арадағы көпір адамдарды солай пайдаланады да қайтеді. Біреудің нағашысын, біреудің жиенін соған салып қойды, сосын нағашыңа бір, жиеніңе бір, соның туған күніне берді, олардың қалтасына жаңағы қомақты түрде қаржыны қайтеді салады. Салғаннан кейін қайтеді. Бізде жаңағы прокурорымыз, сотымыз, ішкі істеріміз, әкіміміз соған сатылады. Бәрін сатқан деу қиын шығар. Бірақ қазіргі жағдайдан айтқанда, біздің 30-40% адамымыз толығынан сатылып кетті деп айтуға толық негіз бар. 30-40. Ал ол қауіп пе? Қауіп. Ал 30-40% сатқын ертең 40-50%-ға шықпай ма? 60%-ға шықпай ма? 60%-ға сатқаннан кейін біз отанымыз сатып жібердік деген сөз ғой. Мынау отан туралы мынандай бір ұғым бар. Сен өсіп тұрған ағаштың дейді, алмасын сатасың дейді. Жақсы, ағашын сатқың келді ме, ағашын сатасың дейді. Бірақ астында тамыры мен топырағын сатпайсың деген бір тәмсіл бар. Мысал үшін, біз тамыры мен топырағын сатқалы отырмыз ғой. Біреудің қаңсығына үйір болып отырмыз ғой. Сондықтан бұл жердегі сақтану саясатынан дегенді мысық табандап кіріп жатқан Қытайдың зұлмат саясатының, жымысқы саясатынан сақтануымыз деген ешқашан ұмытпауымыз керек, және оны айта беруіміз керек. Менің осы сөзім үшін Қытай мен Қазақстан екі арасындағы, Қытай менен Орта Азия арасындағы сауда қарым-қатынастарына нұқсан келетін, немесе жаңағы ел аралық, халықаралық жаңағы сөздерге алабөтен сөз айтып, ел арасына іріткі салатын сөз айтты деп басымды кессе кесі басын. Өйткені мен ұрпағыма соны айтып кетпесем, ертең ұрпағым осы ел мен жерді қалай қорғайды? Оның санасы қалай оянады? Бұрынғылар неге айғайлап кетті жаңағы? Күлтегін тоны көк, солар жынды болды ма? Кешегі Абылай Кенесары жынды болды ма? Қаптаған қалың жауға қарсы жауып көзін қан басып жоқ өлгісі келді ме? Ұлтына, еліне, жеріне соны сақтайтын рух қалдырғысы келді. Кенесарының тірі рухы болып Қытаймен күрескен Оспан Батыр
Мыңдаған, миллиондаған Қытайдың зеңбірек өзіне қарап, оқ қарап өзінің жан тәсілім болатынын сезіп тұрып, неге оған қарсылық болып басын имей өлді? Рухым қалсын деді. Ал бізде қазір рух сөнудің барыстары жасалып жатыр. Рухты сөндірудің барыстары жатыр. Бұл қауіпті нәрсе. Тарихта яғни қазақ Қытай ешқашан дос болмаған. Бірақ кешегі саммитте қазақ Қытай мәңгі дос деп аяқталды, солай. Сондай бір жалын сөзбен. Иә, оны біз сыйласымды көрші ретінде, экономикалық дос ретінде қабылдайтынымыз рас. Сауда қарым-қатынас. Әртүрлі барыс келіс. Иә. Қазақта бір жақсы сөз, бір көршіңді ұры деме, өзің сақ бол дейді. Қандай жақсы сөз? Көршіңді ұры деме, сақ бол дейді. Ал оны ұры көрші деп есептейік. Оның басқа бір жымысқы саясаты бар шығар, иә? Біз оны айғайлаудан жау деп айғайлауға бармаймыз. Үйтіп айтсақ, менің сауатсыздығым болады. Тарихшы ретінде, жазушы ретінде, саясаткер ретінде. Ол біздің досымыз шындығында. Дос көршіміз. Бірақ жымысқы, арам көршіміз. Одан сақтануым керек. Мен балам айтпасам, балам қалай сақтанады? Мұны сенің кереметтей досың, екеуің құшақтасып төсекте бірге жатыңдар десең, 77 атамнан бері жау болып келе жатқан 77 атамның басын шауып, сонымен қан кескілес ұрыс салған жауымды мен балама аманаттап кетуім керек пе? Ұлыма, қызыма, сен Қытайдың қызын ала бер, сен Қытайға тие бер деп соларға сөйтіп өсиет қалдыруым керек пе? Ондай болатын болса, мына жерді кім қорғайды? Елді кім қорғайды? Ұлттың мүддесін кім қорғайды? Халықтың мүддесін кім қорғайды? Аруағын кім қорғайды? Сондықтан түркі халқымыз ба? Түркі халқымыз. Ислам халқы ма? Ислам халқымыз. Қазақ халқы ма? Қазақ халқымыз. Өзіміздің мүддемізге, түркі дүниесіне, түркі әлеміне жау болатын, мұсылман әлеміне жау болатын, қазақ халқына жау болатын, әрқандай пиғылда, әрқандай арам нәрсені біз ұрпағымызға ата ретінде, ағы ретінде, ұқтыруға, ұстаз ретінде үйретуге міндеттіміз, борышымыз. Ал соны, сол доспыз деп отырған Қытайдың оқулықтарын ақтарайын. Егер келесі сұхбатта керек болатын болса, мынау біздің жер деп қаншама нәрселерді бүгінгі дейін оқулығына кіргізіп оқытып жатыр, иә? Біздің бетімізге күліп қойып. Біз соны түзете алдық па? Қытайдың тарихында солай тұр. Ал ондай болатын болса, санаулы уақытыңызда біз енді мына... Бізде маңызды тағы да 3-4 сұрақ қалды. Иә, сұрай беріңіз. Жақсы, жаңадан бері айтып жатырмыз, иә, Қытай бізге көп инвестиция салуда, соның енді шапағатын халық көріп отыр ма? Бізде енді арнайы бір зерттеулер жоқ, бірақ Қырғызстанның бір журналисті зерттеу жасаған екен. Сол Қытаймен бірге салынған заводтардың 70%-ында қытайлар жұмыс жасайды екен. Өзіңіз айтпақшы, қазір Қазақстанда шынымен де қытайлықтар қаптап кетті. Яғни қанша завод ашылғанымен Қазақстанда бір жұмыссыздық деңгейі жаңағы төмендемейді ғой. Бағана мен сөзімнің арасында бір мысал сөз келтірдім, енді жабайылау, нашарлау мысал болса да. Қытай есік алдына өрмелеп, қара лашықта отырған Қытайдың ата бабасы есік алдына өрмелеп шыққан баласына айтады: сен шегірткені жеп көр, қоңызды жеп көр, шөпті жеп көр, өлмесең бәрін жей бер дейді. Ана былайтып айтпайды, ана шегірткені қорға, егінді қорға, ана шөпті қорға, өсір, түбіне су құй деп айтпаған, көрдіңіз бе? Ал түркі халқы, иә, есік алдындағы шөпті жұлма, көкті жұлма, суға симе, суға жаман нәрсе төкпе, бастаудың көзін былғама деп солай үйретті бізге. Менталитетіміз, жаратылысымыз мүлде бөлек. Біреу өзіне пайдалы нәрсені тек қабылдау, жеу, ішу, іске жарату, өзгенің мүддесін қорғау емес. Ол шөп пе, аң ба, олға тамақ болса болды. Оның мүддесі жүрді аңның өлімі ме, шөптің қурауы ма, шөптің өлуі ме? Ал әлемдегі басқа халыққа бағыттаған Қытайдың бүгінгі саясаты тура осылай. Бізді жеп көргісі келеді, татып көргісі келеді. Пайдалы екен мынаған су құйып қояйын деп ойламайды. Сондықтан Қазақстан халқының қарапайым өмір сүріп жатқан халық Қытайдың инвесторларынан пайдаланып, ауқаттанып жатыр, кереметтей байып жатыр, кереметтей дөңгелек дәулетті елге айланып кетеді дегенге ешкім сенгісі келмейді қазір жағдайда. Әрине аз санды адамдар, аз санды экономикамен айналысып жүрген адамдарға тиімді жақтар болуы мүмкін сауда-саттық істерінде. Ол әлемдік дағдарыс, әлемдік дүниеде де бар нәрсе. Ол орыс па, Қытай ма, мысал үшін тек экономикамен шұғылданған адам оның ұлты қызық емес. Ол өзінің экономикасын дамытса болды. Сол бағыттан қараған кезде жаңағы біздің экономикамен, сауда-саттықпен, әртүрлі инфрақұрылымдармен айналысқан азамат-азаматшыларымыз үшін Қытайдың жаңағы осы бағытының саясатының тиімді жақтары көп шынында. Бірақ бүкіл қара халықтың қамшыны тек қана соны жасап жатырмыз десе өтірік. Өтірік. Тек қана Қытайға беріп жатқан жаңа мұнайды айтайық. Түйенің беліндей ағылып жатыр трубамен. Егер соның ағылып жатқан немененің 2%, немесе 3% Қазақстан халқына, қарапайым халыққа үлестіріп берсе, сіз екеуміз бүйтіп сұхбаттасып отырмас едік.
сіз бір компанияның қожайыны болып, мен бір компанияның қожайыны болып отыратын едік. Мен машинам жоқ болғандықтан қытайлар сізге машина берейін, ана жақтан маған кісі тауып берсін деп айтпас еді. Қайтеміз, біз анау Шерқа Мұртазаның бір сөзі бар. Алтын сандықтың үстінде жалаң бұт отырған бала сияқтымыз дейтін. Біздің кейбір жағдайларымыз тура сондай. Сондықтан қарапайым халық бұқарасы, жай адамдар Қытайдың осы саясатының ойбай тиімді болып кетіп еді. Мынадан біз май шелпек асап жатырмыз дегенін біз қазірге дейін көрген жоқпыз. Көріп жатсақ қуанамыз, бірақ біз май шелпекті біреудің тегін нәпақасын пайдалану жолымен емес, маңдай терімізді ағызып отырып тапсақ, оның жұғымы болады, оның ұрпаққа наны болады. Келесі сұраққа тоқталып өтейікші. Осы енді Қытайдың Орталық Азиямен жақындасуын солтүстіктегі көршіміз қалай бағалайтынына қысқаша тоқталып өтейік. Енді бұған дейін Ресей өзінің Орталық Азиядағы ықпалын арттырғысы келді соғысқа дейін. Кейбір халықаралық сарапшылардың пікірінше Қытайдың Қазақстанмен, Орталық Азиямен осылай жақындасуы Путиннің ашуына тиеді. Сіз қалай ойлайсыз? Бұнымен келісуге болады. Қазір мына әлемдік үрдісте үш үлкен ел арасында ойын ойналып жатыр деп айтуға болады. Мысалы, біреу ақш, біреу Ресей, біреу Қытай. Базарға таласып жатыр. Мысалы үшін соғыстың өзі, Украина мен Ресей арасындағы соғыстың өзі, Америка құрама штаттар үшін, Түркия сынды сыртқы елдер үшін, Қытай сынды елдер үшін жаңа қару-жарақтың қандай екендігін сынайтын алаң сияқты, ол да сауда-саттықтың бір түрі. Сол сияқты саяси жағдайда, экономикалық жағдайда ақш пенен Ресей арасындағы, Ресей мен Қытай арасындағы кейбір түйткілдер де қайтты, олар осы саудалық бәсекеде. Өйткені Ресейдің жаңағы қазіргі экономикалық жақтан белгілі әлсіреуге ұшырады. Соғыстың аты соғыс. Осы орайда Орталық Азияға Қытай кіріп, өзінің экономикалық бағытын барынша жандандырып жатса, ол Путиннің қызғанышын тудырмайды емес, тудырады. Бірақ қайтеді, екеуі де біріне бір күліп қарайды. Ол ежелден екеуінің ұстанған саясаты сол. Сосын Ресей әлемдік саяси жағдайда өзінің ішкі жасырынған көптеген сырларын ашық қалып шыққан ел. Мысалы, соғысам десе соғысады. Біреуге көмек жіберем десе көмек жібереді. Ал Қытай өзінің ішкі иммунитетінің ішіндегі жасырынған сырларын өйтіп ашық қалып шыққан халық емес, жасырын ұстайды. Мысалы үшін Ресей менен Украина арасындағы соғыс болатын болса, қайтеді Қытайлар, біресе мынаны қолдаған ба, біресе мынаны қолдаған ба, біресе бейтарап қалғандай пиғыл танытуға тырысады, қайтеді. Әлем елдерінің алдында барынша өзін жасырын ұстайды. Ал ақш болатын болса, Түркия болатын болса, ашық көзқарастарын білдіреді. Сондықтан да бүгінгі Ресейдің көзқарасы жаңағы Қытайды ішкі жағынан жек көргенмен Қытайға оны ашық айта алмайды. Өйткені тәуелділік бар, онда да экономикалық тәуелділік бар. Ал Қытай өзін айбарлы арыстан, айдаһар көрсеткенмен, аждаһа көрсеткенмен, есіңізде болсын, Ресейге, Қазақстанға, Америкаға, Түркияға, немесе өзінің отарымын деп отырған Тайванға қылыш көтеріп шыға алмайды. Ал қылыш көтеріп шығатын болса, өзінің жаңағы тепе-теңдікті сақтай отырған ішкі экономиканың құлдырап кетеді, құлайды деп ойлаймын. Осы қылыш көтеріп шықпайды дегеніңізге байланысты Нью-Йорк Таймстың жазуына кезек берсек, жазуынша Нью-Йорк Таймстың Ресей қауіпсіздік қызметі басты қауіп ретінде өздеріне Қытайды көреді екен. ФСБ деректері бойынша Ресейдегі қытайлық компаниялар телекоммуникациялық жабдықтар, бейнебақылау камералары, Wi-Fi роутерлер арқылы тыңшылық жүргізуі мүмкін. Жасырын құжаттарда Қытайдың Ресейдің қиыр шығысына болашақта аумақтық талап қоюы мүмкін деген сценарий талқыланып жатыр екен. Және де бұл Ресей ішінде тұрақсыздық туындаған жағдайда жүзеге асады деп жазылған. Енді бұл жерде яғни Қытай Ресейге бірінші болып сондай бір аумақтық талап қою мүмкін дейді. Бұл аумақтық талапты Қытай бірінші болып қою мүмкін емес. Оның мүмкін болмайтын себебі, қалай жаңа сөзімізде айттық, Қытай бірінші болып ешкімге қылыш көтеріп шықпаған. Қандай жағдайда бірақ қауіп болуы мүмкін, Біз Орталық Азия туралы айтып жатырмыз, Ресей туралы айтып жатырмыз, Ресейде былайша айтқан ішкі соғыс, сыртқы соғыс дағдарысы көтеріліп, экономикалық құлдырау пайда болып, Ресейдің ішкі ыдырауы пайда болып, Ресей президент ауысатын бір аумалы-төкпелі заман болатын болса, сол орайды пайдалану мақсатында Қытай өзінің кейбір жымысқы саясаттарын ашық әшкер сол кезде шығару мүмкін. Дәл қазіргі кезде шығару мүмкін емес.
Орталық Азия туралы айтқанда сол. Мысалы үшін Америка құрама штаттарының Орталық Азияға деген саясаты салқындап кетсе, әлсіреп кетсе, ол кезде қайтеді қылышын бізге ашық көрсетуі мүмкін, немесе Қазақстанның жаңағы 440 мың шаршы километр біздікі болуы мүмкін, немесе жаңағы мына Дамаск аралдары дейді Ресеймен болған кезінде 1969 жылы қақтығыс болған, соның бір бөлімі мына біздікі деуі мүмкін деген сияқты, ол Қытай оны күндердің бірін алып шығуы мүмкін. Себебі Ресеймен таласқа болған жерлер, Орталық Азия сонымен Қазақстанға талас болған жерлер туралы біз сол Қытай тарихын оқыдық, сонда күні бүгінге дейін жазулы тұр. Ал біз оны досымыз деп құшақтап бетіне сүйіп жатырмыз. Бірақ ол оқулығына кіргізіп қойған. Біз патшалық Ресейге кетіп қалған жеріміз мынау, соның ішінде бүгінгі Қазақстандағы жеріміз мынау деп кіргізіп отыр. Ал соны оқытқан оның оқушылары қазір менің замандастарым Қытайдың билік басында. Қазақстанға сондай аумақтық талап қою мүмкін бе Қытай? Мүмкін. Инвестициялар арқылы мүмкін тартып алған болар. Жоқ, олар ашық шыға алмайды. Бірақ қандай жағдайда болуы мүмкін? Біз әлсіреміз. Әлсіресек, олардың күтіп отырған сол. Дәл қазіргі кезде бізге ешқандай одан өйтіп тұрған қауіп жоқ. Бірақ біздің иммунитетіміз, қарсылық қуатымыз барынша әлсіреген кезде, олар ол идеяны ортаға әбден қоюы мүмкін. Қандай жағдайда әлсіреміз, Біз бірінші экономикалық жақтан әлсіруіміз мүмкін, үшінші жақтан ресейлік күштердің ықпалына ұшырап әлсіруіміз мүмкін, төртіншіден өз ішіміздегі қытайлық күштердің барынша зораюынан сайлам, мына жергілікті әкімшілік сайлау, билікте күндердің бірінде жаңағы біздің жиендер билік басына келуі мүмкін, Қытай ұлтынан туып отырған. Сол кезде қайту керек, біздің тепе-теңдігіміз әлсірей бастаған кезде олар аңдып тұрып, жаңағы мәселені ортаға қою мүмкін. Яғни жаңа айтып кеттім, Ресей ФСБ-сі қауіпсіздік қызметі қазақшалай айтқанда соны алдын ала зерттеп, Қытай бізге осындай соғыс ашу мүмкін деп отыр. Ал біздің Қазақстан қауіпсіздік қызметі сондай бір Қытайға қатысында бір қауіптер бар ма? Бізде қаншалықты жаңағы сергектер бар, қазір сол сергектердің бәрі Қытайдан алынып жатыр деген сияқты. Енді бұл қазіргі әлемдік мына даму, электрондық даму бағыты деге, интернеттік даму жүйесі деге, мына ғаламшарлық бақылау жүйесі деге, осымен қараған кезде бір елдің екінші елден жасыратын ештеңесі жоқ. Және дамыған елдер қайтып отыр, мысалы үшін. Біздің ішімізде Қазақстан, немесе Орталық Азия туралы айтып Ресей тыңшылары мен Қытай тыңшылары қатарынан өріп жүр. Оның бірнеше осы қауіпсіздік саласынан ұсталған. Ол туралы енді қазір аттарын атай алып есіме түсіп отырған жоқ. Ресми түрде ұсталғандарын ақпаратта хабарлады. Сонда қайтты біздің жаңағы негізгі құрылымдарға кіріп алып, солардан ақпарат ұрлап, жаңағы шетелге жіберу немесе сату деген бізде болды. Осы Қазақстанда да болды. Ұлттық қауіпсіздік комитеті жағынан да бірнеше сондай адамдар ұсталды. Осы Қытай тыңшылары да ұсталды. Оның ішінде тіпті қазақ ұлтының өкілдері, Қытай ұлтының өкілдері, орыс ұлтының өкілдері, басқа ұлттардың өкілдері болды дегенде, ол ұлтты талғамайды жаңағындай. Сондықтан да күндердің күнінде жаңағы осындай бірін-бірі бақылау барысындағы нәтижеден сол елдің барынша ішкі сырын білгеннен кейін, сол елдің барынша әлсіздігін білгеннен кейін жаңа территориялық мүмкіндікті талап ету ол өте мүмкін. Бірақ бүгін ертең емес. Бүгін ертең деп отырғаным осы 10-20 жыл ішінде Ресейге де Қазақстанға да олар қылыш көтеріп шыға алмайды. Шыға алмайтыны әлемдік елдерде бізге деген бақылаушылық, назар күшті. Соның ішінде мысалы үшін Қазақстан үшін айтатын болсақ, бізді біріншіден Алла сақтайды. Екіншіден Америка құрама штаттар ешкімге бере қоймайды Орталық Азияны. Үшіншіден Түркия бізді бауырлар деп отыр, олардың да ешкімге жаулауына жол қоймайды. Сондықтан да осы үш түрлі фактордан ғана олар жасқанатта қайтеді. Ресей мен Қытай көп жағдайда кейбір саясатын жасырын ұстауға мәжбүр болады. Бірақ олар әлсіреп кетсе, немесе біздің ішкі қарсылық қуатымыз әлсіреп кетсе, олар арамдығын қайтеді, мысық табандап іске асырады. Биыл 1 сантиметр жылдысақ, келесі жыл қазықты 50 сантиметр жылдысақ деген сияқты өзінің саясатын іске асырмайды деу болмайды. Өйткені бағана да сөзімізді айттық, өзінің ұлы қорғанынан, ішіндегі қоныстанған бағытынан сыртқы түркі даласына, сыртқы ғұн даласына, түркі текті халықтардың қоныстанған аймағын өзінің кіру барысы тура соны дәлелдеді тарихтан бері қарай. Сондағы біздің барлық ата-бабаларымыз, мейлі жазбаша, мейлі ауызша, оларды кереметтей деп қабылдаған жоқ. Олар жаулады деп күні бүгінге дейін ашық айтады. Және қызығы Қытай соны бүгін бізді бауыр деп отыр ғой. Біздің ең үлкен жауларымыз дейді, жаңағы пән түркисизм дейді, және пән исламизм дейді. Өзінің оқулықтарында кіргізіп отыр. Соның кейін осы 10 жылдың алдында, 20 жылдың алдында, 5 жылдың алдында да осы соның көріністері болды. Біздің жаңағы жергілікті жердегі зор қазақшылдыққа қарсы тұру деген саясат болды Қытайдың. Жергілікті жердегі зор ұйғыршылдыққа қарсы тұру саясат деген болды. Қытайлар айтты соны, Қытайлар. Сонда қайты жергілікті жердегі зор түркшілдікке қарсы тұру деген саясат. Оның оқулықтарына дейін кіргізді. Біз сол оқулықтарды өз көзімізбен көрдік, оқыдық. Сонда қайтып отыр олар өзінің мемлекетіне қауіп төндіретін кімдер? Зор түркшілдік,
түріктер, зор исламизм, ислам бағытын ұстанған мемлекеттер, түркітекті халықтар деп бізді жау санап отыр. Оны кіргізіп отыр оқулығын. Ал біз айтады екенбіз, жоқ, олар біздің жауымыз емес деп. Иә? Ал сіз логика бойынша ойлаңыз, қарама-қарсылық бірлік заңы бойынша қарастырыңыз, иә? Егер жаңағы Қытайдың сол жаулық саясатын біз логика бойынша осы жерде әкеп жарып көріп, сондағы бұлардың түркі деп отырғаны кімдер? Зор түркшіл деп отырғаны кімдер? Зор қазақшылдықтан, зор ұйғыршылдықтан сақтану деген кімдер деп біз ары қарай тереңдетіп зерттейтін болсақ, ол бізді айтып отыр. Соның ішінде мен, жеке тұлға Жәди Шәкенұлы, Қаралы көш деген Қытай зұлматынан, кеңес зұлматынан қашқан қазақтардың тағдырын жазғаным үшін, Оспан Батыр деген кітапты жазғаным үшін Қытай коммунистері атып тастаған. Қытай коммунистері атқан Қызырбек Оралов деген ақынның 70-ші жылы Жыр күмбезі деген жинағын шығарғаным үшін күні бүгінге дейін олар ресми ішкі өздерінің материалында біздің қауіпті жауымыздың біреуі Жәди Шәкен деп отыр. Мысалы үшін, сонда көрдіңіз бұлардың сақтану саясатының қиындығын. Түркіден қалған ежелгі жаулық дейді. Әлі бұлар бізге қауіп төндіруі мүмкін дейді. Біз қазір айтып отырмыз тек Қытайдың қаупі деп. Олар бізден сақтанып отыр күні бүгінге дейін. Мына жерде тыңшылар өріп жүр. Жәди не істеп жүр? Ұйғырлар не істеп жүр? Қазақтар не істеп жүр? Шеттен балған қазақтар не істеп жүр? Бірін-біріне салған қалың тыңшылар өріп жүрді. Қайтып отыр, өзінің қауіпсіздігін сақтау мақсатында қайтып отыр. Көптеген іс-шаралар қолға алып отыр. Ал олай болатын болса, шағын мемлекет, шағын аждаханың аузында отырған біз өз қауіпсіздігімізді не үшін сақтамауымыз керек? Өзінің түркшілдігін не үшін айтпау керек? Өзінің қазақшылдығын не үшін айтпау керек? Бірақ қайта-қайта айтып жатыр, біз Қазақстанның қауіпсіздік гаранты боламыз деген сияқты, жаңағы ешкім зиян келтірмеу керек деген сияқты. Иә, мысалы үшін бұл тек саяси ойын ғана ғой. Мысалы үшін Иран мен Қытай дос болып тұр дейік. Иранға бір ел шабуыл жасап жатыр. Қытай ешқашан ашық түрде халықараның алдында оған барып көмектеспейді. Украина менен жақсы болып тұрды. Украинаға Ресей кірді. Мына Ресей әділетсіз соғыс жасап жатыр, оған барып кірмейді. Ертең күні Қытайдан да зор біреу Қазақстанға көз аларса, Құдай сақтасын, иә? Мысалы үшін, Америка құрама штаттарының бір ішкі саясатындағы ойындарын негізінде немесе Ресейдің қитұрқылығын негізінде бізге қаратқан бір тиімсіз саясаттар болатын болса, Қытай ешқашан әскер шығарып біздің жерді қорғамайды. Оған кәміл сенуіміз керек. Бағана қайтып отырған, біздің әлсіреуімізді күтсе, біздің құруымызды күтсе қайтады. Біздегі өзінің мүдделерін іске асырудың қитұрқы тәсілдерін іздей бастайды ол кезде. Құрысын дейді. Мысалы үшін, жоңғар заманы деген заман болды. Жоңғар заманы тура осы ойындар ойналды, осы айтып отырған ойындардан. Жоңғарлар қазақтың да жауы болды. Жоңғарлар Қытайдың да жауы болды, жоңғарлар орыстың да жауы болды. Сонда қайтты, бір мезет Қытай бақылады қазақ пен жоңғардың соғысын. Екеуі бірін-бірі қырып жатыр. Кейін Абылай да соны қуаттап қайтты. Абылай өте саясаткер болған адам. Қытай мен жоңғар арасындағы соғысты бақылады. Соның кейін Қытайлар жоңғарларды жеңген кезде қайтты. Абылай жаппай неменеге шабуыл қойды жоңғарларға деген сияқты бірін-бірі бақылады. Сол сияқты ішкі бақылау. Кім-кімді жаулай алады, кім-кімге чамасы келеді, келмейді деген қазір де жүріліп жатыр. Кім-кімді бақылау демекші, қауіп Қытайдан тіпті Америка құрама штаттары да қауіптеніп отыр. Бірақ сіз айта кеттіңіз, Қытай ешқашан бірінші болып соғыс ашпайды деп. Сол Пентагон, ақш қорғаныс министрлігінің басшысы Қытай әлемді жаулап алу соғысына дайындалып жатыр деп жаңағы айтты. Бұл әлемді жаулап алу саясат дегенде олар жаңағы экономикалық экспансияны айтуда ма? Экономикалық бағыт арқылы ғана жаулап ала алады. Немесе сол елдің жаңағы өзіне деген тәуелділігін арттыра алады. Мысалы, соны айтып отырған Америка құрама штаттарының өзі сол елге кіріп отырған қытайларды қазір толығынан қуып шығарып отырған жоқ. Заңсыз жүрген қытайларды қазір қайтарып жатырмыз дейді. Трамп қайтарып жатыр біразы қайтты. Жаңағы жермен қайтатын, әуемен қайтатындарын қайтарды, бірақ толығынан қайтарып жатқан жоқ. Сондықтан да олардың әлсіздік тұстары қайсы? Қайтара алмаудың әлсіз тұстары не дегенде? Ең басты экономикалық тәуелділік. Ал бір жыл үлкен Қытай ашып тұрған базарды күйретіп берсе, сол штаттың экономикасы құлдырап кетуі мүмкін. Сондықтан сол штаттың экономикасын сақтау үшін қайту керек. Қытайды қуып жіберсе де, соның негізгі өкілдері сол жерде завод, фабрикалар қалу керек деген бағыт ұстанады да қайтеді. Қытайдың кейбір мүдделері бәрібір де қорғалады. Ал Қытайдың қазіргі жаңағы әлем елдерін бірден жаулап ала алмайтыны, немесе оған қарсы шықпайтыны, бірақ экономикалық жақтан жасырын жолмен жаулау саясатын жүргізетін ол ежелден бар құбылыс. Шығыс түрік қағанатының басым бөлігін Қытайлар солай жаулап алды. Біз оқыған тарих, біз көрген тарих, біз естіген тарих, Шинжаң аймағын, Шығыс Түркістан аймағын солай жаулап алды. Ол да біз көрген тарих, көз алдымызда болған өмір. Жақсы аға, қорытындылай келе айтыңызшы енді, осы Қытайдың Орталық Азиядағы және Қазақстанға жаңағы осындай бір саммит жасау, ортақ бір іс-әрекеттер атқаруының түпкі мақсаты. Түпкі мақсаты мән беруі осылай, біздің Орталық Азияда. Бұл экономикалық қажеттіліктен туындады.
Орталық Азияның Қытайға тәуелділігі, Қытайдың Орталық Азияға тәуелділігі деген сияқты. Бұнда ашық түрде жаңа біз айтып жатқан жаулау саясат жоқ. Бірақ біздің барлық айтып жатқанымыз олардың жаулау саясаты ішінде бәрібір жасырынып жатыр. Содан сақтанудың жолы қалай? Заңмен бекіт, заң өзгерістермен толықтырулар енгіз. Өзге ұлт өкілінің, өзге мемлекеттердің қазақ жерінде тайраңдап жүріп өз мүддесін іске асырудың барлық мүмкіндігін сол экономикалық тәуелділікке байлап қойма деген сөз. Сондықтан сақтану шарасын біз бірінші орынға қоюымыз керек. Оның экономикасын пайдалануымыз керек. Бірақ сақтансаң сақтаймын дейтін өз қазақтың сөзі бар. Сөзіміздің арасында бағанада айттық, көршіңді ұры деме, өзің сақ бол дейтін сияқты. Өзіміз қазақ өзіне өзі сақ болу керек, өз жеріне өзі ие болу керек. Менің жерімді Қытай қорғап береді екен, менің экономикамды Қытай гүлдендіріп дамытып береді екен, менің қазаныма тек қана Қытай астық береді екен десек, онда біз қателестік. Онда біз ата бабаға да ұрпаққа да опасыздық жасаған боламыз. Жақсы аға, алтын уақытыңызды бөліп келгеніңізге, сұхбат бергеніңізге рахмет. Рахмет. Достар, естеріңізге сала кетейін, бүгін бізде қонақта болған жазушы, тарихшы, саясаттанушы, Қытай танушы Жәди Шәкенұлы ағамыз болды. Ең мықты спикерлерді, ең соңғы жаңалықтарды жіберіп алмас үшін Барыс медиа арнасына жазылуды ұмытпаңыздар. Амандықта кездескенше.